Муса әл-Хорезмидің ұлы ойшыл екенін бүткіл дүние бір қанша әсірлерден бері тән алады. Бұл ат өз орнын тапқанға дейін қанша дәуірлер өтпеді дейсіз. Оны 1849 жылда француз алымы Жан Рено қайта жаратты. Бұған дейін болса, оның аты Европадағы іліми әдебиетларда алгоризмус, ал-хорезмус, ал-карезмус, ал-хавризмус, алгоритмус һәм алгоритми, бұнан басқа және бірнеше атларда аталып келінген еді. Профессор Толстовтың берген малуматларына бола, әйемгі хорезмде анық пәнлер: геометрия, тригонометрия, астрономия, топография, химия, минералогия һәм табиғи пәнлер сол дәуірдің өзінде ақ жоғары дәрежеде рауажланған. Өкінішке бола, Мұхаммед ибн Муса әл-Хорезмидің анық туылған һәм қайтыс болған жылдары хақында мағлұматларға ие емеспіз. Бірақ айрым деректерде көрсетілуінше, Хорезми 783 жылы Хорезмде туылып, 850 жылда Бағдадта қайтыс болған.